Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Бүгінгі оқитын хадисimiz хасад жайында, яғни көре алмаушылық, қызғанышақтық жайында. Ан Аби Хурайрата радияллаху анху, Абу Хурайра радияллаху анхудан риуаят етілген хадисте, аннан набий саллаллаху алейхи вассалам, Аллахның елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қала былай деген: Иякум вал хасада. Көре алмаушылықтан ұзақ тұрыңдар. Көре алмаушылықтан сақтаныңдар. Фа иннал хасада яъкулул хасанати. Шынында көре алмаушылық яъкулул хасанат, жақсы амалдарды жеп қояды. Яғни жойып жібереді. Кама таъкулун нарул хатаба. Құдды отынды от жеп қойғандай. Отқа жағылатын отынды от қалайша жағып жойып жіберетін болса, тура сол сияқты хасад, яғни көре алмаушылықта адам жасаған сауапты амалдарын, жақсы амалдарын жойып жібереді екен. Рауаху Абу Дауд, Абу Дауттың хадистер жинағына келтірілген. Хасад деген біздің қазақша аудан кезде көре алмаушылық дегенге келеді. Яғни әлде біреудің қолындағы нығметті қызғанып тұрады, көре алмай тұрады. Осыны хасад дейді. Алла тағала хасад етуші, яғни көре алмаушылығының көре алмаушылығынан сыйынуды бізге бұйырады. Фалақ сүресінде «Уамин шарри хасидин иза хасад» дейді. Яғни көре алмаушының кесапатынан сақта деп жаңағыдай дұға еткізеді. Өйткені әлде біреудің көре алмаушылығы тек қана өзіне ғана емес, көре алмаған адамына да зиян тиюі мүмкін. Сол себептен де Құран кәрімде Фалақ сүресінде көре алмаушының кесапатынан сыйынуды үйретеді. Ал енді хасад дегеніміз 4 деңгейде болады дейді ғұламалар. Бірінші деңгейі көре алмайтын адамынан әлде бір нығметтің жойылып кетуін тілеп тұрады. Яғни ондағы бар нәрсені қызғанып, іштей сол нәрседен махрум болуын, сол нәрсесін жойылып кетуін тілеп тұрады ішінен. Міне осыны хасадтың бірінші деңгейі деп алған ғұламалар. Екіншісі, әлде біреудің дүниесін қызғанып, оны көре алмай, онда болмасын, менде болсын деп ойлап тұрады. Одан кетсін, маған жетсін деген қызғаныш. Бұл да күнә болып есептелінеді. Ал енді үшіншісі, әлде біреудің қолында бар нәрсе менде де болса деп армандайды, бірақ егер менде болмаса, онда да болмасын деп ойлайды. Бұл да хасадтың, яғни көре алмаушылықтың үшінші деңгейі. Көре алмаушылықтың төртінші деңгейі, мұны арабшада ғибта дейді. Бұл алдыңғы үшеуінен қарағанда жақсырақ. Оның анықтамасы өзгеде бар нәрсені өзінде де болуын тілегенімен оған қызғанышпен қарамайды. Үшінші деңгейдегі хасад секілді менде болмаса, онда да болмасын деп ойламайды. Мұны қызығушылық деуге де болады. Менде де болса ғой деп ешқандай қызғанышсыз, ешқандай көре алмаушылықсыз қызығады шын. Енді алдыңғы үшеуі бұл күнә болып есептелінеді. Ондай сезім туа қалған кезде Алла тағалаға сыйынып, шайтанның азғыруынан Алла тағалаға сыйынып, ондай сезімді, ондай түсінікті, ондай ойды қуып тастауға тырысу керек екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа айтқандай, бойында, көкейінде көре алмаушылық сезімі бар болса, оның жасаған істерінің бәрі сол хасад себепті жойылып кетуі мүмкін екен. Оқыған намазы, оразасы, осы сол уақытқа дейін жасаған әлде біреуге жасаған жақсылығы жойылып кетіп, от қалай, отынды, ағашты қалай жаққан болса, тура осы хасад сол жасаған игіліктерін бәрін жағып жібереді екен. Сондықтан да мұсылман кісі мұндай хасад нәрселерден ұзақ жүрген дұрыс. Әрі жаңағыдай хасад етушілер, яғни көре алмаушылардың көре алмаушылығынан да үнемі Алла тағалаға сыйынып жүрген дұрыс екен. Вальхамдулиллахи раббил алемин.